Портреттің терең сыры. Сонымен Ильяс Омаровтың кабинетінде ілініп тұрған портрет есіңізде шығар. 37-де халық жауы деп атылып, 1957 жылы ақталған қайраткерді 1967 жылы кабинетіне әспеттеп іліп қою үшін де батырлық керек. Ол заманды айтпағанда қазірдің өзінде карьера қуған шенеунік сотталып, ақталған қайраткермен жария фотоға түспейді. Кабинетке президенттен басқа ешкімнің портретін іле алмайсың. Ал Ильястың кабинетіне кірген адам Темірбектің суретін таңданыспен қабылдаған. Бір күні оның кабинетіне СССР мәдениет министрі Екатерина Фурцева келеді. Ол да бейтаныс бейнені көріп, бұл кісі кім дейді. Бұл атақты темір нарком атанған Жүргенов деген біздің мәдени қайраткер. Сіңірген еңбегі көп, жазықсыз сотталып артынан ақталған адам, деп Ильяс марқұм Темірбек ағасы жайлы жарты сағат тебірене баяндайды. Үнсіз тыңдаған одақ министрі, оған деген махаббатыңызды түсініп отырмын, бірақ сонда да сақ болыңыз. Елдің бәрі мен сияқты дұрыс түсіне бермейді. Білесіз бе, сіздің үстіңізден күн сайын тонна арыз түседі. Бүйте берсе, жуық арада қазақтардан келетін арыз шағым бөлімі деген бөлек департамент ашатын шығармыз деп, әлі де қауіптің толық сейілмегенін қалжыңмен жеткізеді. Айтпаса да түсінікті, бұл арыздың 90% ұлтшыл Ильястың үстінен жазылатын. Ильяс Қазақфильмде директор болып отырғанда шаң басқан қоймадан Темірбек ағасының кішкентай фотосын кездейсоқ тауып алыпты. Асыл азаматтың ғазиз бейнесін үлкейтіп, үйіне әкеп төргеледі. Министр болған күннің ертесіне оны өзімен бірге жұмысқа келеді де, кабинеттің төріне салтанатпен іліп қояды. Қанабек Байсейітұлы келіп, бұл қалай болғаны дегенде ол, бұл кісі болмағанда мен министр, ал сен танымал әртіс болмас едің, деуінің себебін енді тарқатамыз. 1933 жылы Темірбек Жүргенов Қазақ СССР-ның халық ағарту комиссары болып тағайындалды. Біздің тілмен айтсақ, білім мен мәдениетті қатар жүргізетін министр лауазымы. Бұл елде бір жыл бұрын алапат аштық болған. 6 миллион қазақтың жартысы бір жылда жер жастанған. Бұған дейін сән салтанаты дүрілдеп, ән күй, жыр, ауыз әдебиетімен сыңсып тұрған қазақ даласы сұрықсыз қоғамға айналды. Енді өкіметтің күшімен қазақ мәдениетін құтқарып қалмаса, бұрынғыдай табиғи жолмен өзін ұстап тұра алмайды. Бұрын өнерпаз атаулының бәрі жомарт байлар мен ел жұрттың арқасында мәдени өнім беріп жүре беретін. 1928 жылғы кәмпескеден соң елде бай қалмады. Совет өкіметі бай мен кедейді теңестіріп, мәдени кеңістікті қаңыратып жіберді. Шұғыл кіріспесе, аман қалған 3 миллион қазақтың қолындағы мәдени байлықтан да айырылады. Осыны түсінген Темірбек креслоға отырған күні іске кірісті. Алдымен халықтың музыкалық мұрасын жинауды бастады. Қазақ елінің тәуелсіз республика болуы осы нүктеден басталады. Өзіңнің дербес ел бола алатыныңа нық сенім керек. Ондай сенімді тамырын тарихтың тереңінен тартатын бай мәдени мұраңнан аласың. Мәдениеті құлаған халықтың бәрі тәуелсіз болуға тырыспайды. Міндетті түрде экономикасы қуатты ірі державаның қол астына кіргісі келіп тұрады. Қарындағы тамақ үшін өмір сүретін тобыр халыққа бұл ең тиімді әдіс. Темірбек келерден бұрын Қазақстанның СССР құрамындағы саяси мәртебесі шатқаяқтап тұрған. Бұны мынадан білесіз. Әлсіз республикалар федерацияның құрамында автономиялық статуспен отырған. Соның бірі Қазақ СССР. Салыстыру үшін қараңыз, 1922 жылы Ресей СССР, Украина СССР, Беларусь СССР, 1924 жылы Өзбек СССР, Түркмен СССР, Әзербайжан СССР, Армян СССР, Грузин СССР, 1929 жылы Тәжік СССР құрылған. Сол дәуірде Сталиндік конституция деп аталған бас құжат бойынша
Советтік социалистік республика мәртебесін алғандар тең дәрежелі ел санатына енген. Тіпті заң бойынша олар одақтың құрамынан шыға алатын да құқығы болған. 1960 жылы Тәшенов заңдағы осы бапты пайдаланып, Хрущевті қорқытатыны осымен байланысты. Демек 1936 жылы қазақ еліне мәңгі бақи Ресейдің құрамында тәуелді субъекті болып қалып кету қаупі төніп тұрған. 1932 жылғы аштықтан соң қазақтар өз алдына ел болып кете алмайды. Мәдениеті мен экономикасы тұралады, демографиясы құлады. Енді бұларды тіркеуге алып сүйреу керек деген күбір-сыбыр Кремльде күшейіп тұрған. Темірбек мұның бәрінен хабардар. Ол қазақ елінің дербес республика бола алатын әлеуетін көрсету үшін Мәскеудегі 10 күндік шарасына тыңғылықты дайындалған. Саяси сауаты жоқ әртістер үшін бұл шара ойын-сауық сияқты көрінген. Ал Темірбек үшін бұл тәуелсіздік мәселесі. 10 күндіктің сәтті өткені сонша, сол жылдың желтоқсан айында Қазақ АССР мәртебесін жойып, Қазақ СССР деген жаңа статус алады. Яғни басқалармен терезесі теңесті. Бір шетінен Кремль 1932 жылғы геноцидтің жауапкершілігінен құтылу үшін аш бәледен қаш бәле деп бізді бөліп жіберуге асықты. Бұл тәуелсіз ел болудың бірінші қадамы болатын. 1991 жылы желтоқсан айында СССР тараған кезде осы мәртебені пайдаланып Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алып Ресейден бөлініп кетті. Конституцияда мұндай мәртебесі жоқ татар, башқұрт, шешендер Ресей құрамында қалып қойды. Шешенстан сол үшін 2 соғысты басынан өткерсе де сол күйі тәуелсіз республика бола алмады. Ел іші өнер кенші деген мағыналы сөз бұрыннан бар. Бірақ 20 ғасыр бұл өнерпаздарға талантын тиімді пайдаланудың жаңаша нормасын ұсынды. Академиялық ортаға түсіп, табиғи талантын профессионализммен шыңдамаған дарын иесі тұрмыстық тауқыметінен жоқтыққа тез жұтылады. Осындай мәдени апатты болдырмас үшін оқуы озық елдер мәдени слет өткізеді. Бұл ел аумағында тарыдай шашыраған өнерпаз атаулыны бір жерге жиып, рухани қазынаңды безбендеп алуға септігін тигізеді. Слетта кімнің неге мұқтаж екені анық болады. Сосын әр талантты бейіміне қарай ірі оқу орындарға өкімет есебінен жөнелтеді. Осылайша мемлекет экономикалық өрлеуге түрткі болып тұратын мәдени қазынасын банкротқа жібермейді. 1934 жылы Темірбек нарком болған күннің ертесіне осындай слетті ұйымдастырды. Болжамы дәл шықты. Қазақ даласы талантқа толып жатыр екен, бірақ өнер бұлақтарының көзі дұрыс ашылмаған. Осы слетта Темірбектің тұзағына түскен талантты қазақтар Мәскеу мен Ленинградтың оқу ордаларына тегін жолдама алады. Сондай таланттың біреуі Әбілхан Қастеев. Оны Мәскеудегі Крупская атындағы көркем сурет студиясына жіберіп, арнайы 3 жыл оқытып алдырды. Әйтпесе Әбілхан Жүргеновке жолыққанша мал бағып жүрген қойшы еді. Егер осы слет болмаса, суретшілік таланты ашылмас еді. Мұхан Төлебаев та осы слетта Темірбектің көзіне түсіп бағы жанды. Жамбыл, Нұрпейіс Байғанин, Орынбай, Шашубай, Нартай Бекежан, Тайжан Қалмағанбет сияқты халық ақындары да слетта танылып, үкіметтің қолдауына ие болды. Әйтпесе олар да ауыл арасындағы әңгімешіл көп қарияның бірі болып қалар еді. Дина сияқты мықты күйшінің бар екенін жұрт осы жиыннан білді. Бұл слет 1932 жылғы алапат аштықтан кейін болған. Яғни апаттан аман қалған 3 миллион қазақтың ірілерін сүзіп алған. Осылайша ел еңсесін тез түседі. Біз қаласақ та, қаламасақ та тарихтың дөңгелегі осылай айналып жатты. Яғни қазақтар көшпелі өркениетпен қоштасып,
біржола отырықшы мәдениетке ауысты. Енді олардың мәдени сұранысын отырықшы өмірге қарай бейімдеуге мәжбүрсің. Темірбек осы істі де қолға алып 1934 жылы жер-жерде кәсіпорындарда, ауылдарда көркем өнерпаздық ұжымдар құрды. Музыка, драма техникумында қазақ ән күйін зерттейтін ғылыми кабинет ашты. Сол кабинеттің жанынан халық музыкалық аспаптарын жасайтын шеберхананы және ашты. Көкшетаудан музыкалық аспап жасаушы шебер Қамар Қасымовты арнайы алдырды. Аштық апатынан соң ұлттық аспаптар жасайтын шеберлердің өзі жоқ болып кеткен. Олардың да қалған құтқан ұсталарын дереу өкіметтің қарауына алды. Темірбек ең алдымен Ленинградтың өнертану академиясының аспирантурасында оқып жүрген 27 жастағы Ахмет Жұбановты елге алдырып, домбырашылардан оркестр құруды тапсырады. Артынша оны елші етіп Ленинград композиторлар одағына жұмсайды. Мұндағы мақсат Қазақстанға шығармашылық көмек көрсететін профессионал музыканттарды тарту. Евгений Брусиловский мен Александров қармаққа осылай ілігеді. Брусиловскийге Қыз жібек операсын дайындауды тапсырады. Ол Жұмат Шанин мен Қанабек Байсейітовті қасына алып, Қыз жібек операсына қажетті әндерді іріктеді. Олардың әндерді іріктеуі мен орындауын Темірбек тікелей қадағалады. Халық әнін орындағанда ауытқып кетуге тыйым салды. Мүмкін болғанша әннің авторын дәл көрсетіңдер деп талап қойды. Тіпті ол декорация мен костюмнің эскизіне дейін қарайтын. Актерлардың тұрмыстық жағдайын қадағалап, әлеуметтік проблемасын дереу шешетін. Александровқа қазақ операсына би әзірлеуді тапсырды. Тізгінді берер алдында қазақтың тұрмысын зерттеңіз, әдет-ғұрпы мен оған тән қимылдарды талғай біліңіз, деп қатаң ескертті. Қыз жібектегі және одан кейінгі билер осылай пайда болды. Шара Жиенқұлованы шақырып, «Шара қарындас, сіз балерина биші боласыз. Қазақтың би өнерін профессионал деңгейге жеткіземіз. Әлемдік классика биін шама жетер межеге дейін үйрен. Сен үшін Мәскеуден Александров деген бишіні алдырып отырмын. Ол осында балет студиясын басқарады», деді. Осы оқиғаны Шара өз естелігінде бүйдеп баяндайды. Профессор Александров әсілінде қазақ операсында би қоюға шақыртылғанды. Бірақ Жүргеновтің арнайы табыстауымен маған хореографияның жүйе-жүйесін, техникасын үйретіп, бишілік білімімді ұштады. 2-3 жаңа би қойып беруді де міндетіне алды. Күніне 6 сағат тынымсыз шыр көбелек айналып, ұршықша зырылдау, көлденең керілген ағаш станоктан ұстап, аяқ қолды созып түрлі қимыл жасау, денесі қатайып қалған 22 жастағы әйелге оңай тиді деп ойлайсыз ба? Әлсіреп, көтерем тоқтыдай құр терім қалды. Көзім шүңірейіп, мойным ырғайдай болды. Неге биші болдым деп жылаған күндерім де болды. Бұлайғы балериналар 9-10 жастан оқып, аттай 9 жылда игеретін классикалық балет мектебін айналасы 5 жылда бітірдім. Сөйтіп, қиында күрделі өнер техникасын әжептеуір игеріп, профессионал балерина деген атаққа ие болдым. Тіпті Темірбек Шараны Лондонда өтетін дүниежүзі халықтары биінің фестиваліне қатыстырмақ болды. Александр Артемьевичті шақырып алып, «Сізге тапсырма, шұғыл түрде Шараға 4 би үйретіңіз, Лондонға барамыз. Балбырауын, келіншек, былқылдақ және мерген деген билерді меңгеріп шықсын. Осы бидің аттарын бекітіп, фестивальға қатысуға өтініш бердім. Екеуіңізге 15 күн уақыт беремін. Дайындықты бастаңыздар», деді. Бірақ Шара апамыз Мәскеуге 12 күн жүріп жетемін дегенше, СССРден фестивальға қатысатын бишілер легі кетіп қалады. Бұлар кешігіп жарысқа үлгермейді. Өзбек бишісі Али Ардобусты алдырып, Айман Шолпан музыкалық спектаклінің биін әзірлеуді тапсырады. Бидің техникасын қара жорға, қоян би, келіншек, соқыртеке, ақсүйек сияқты қазақ билерінен алуды қатаң ескертеді.
Спектакльден соғды емес, көшпелі қазақ мәдениетінің детальдары көрініп тұру керек. Айман Шолпан спектакліне музыканы Коцик жазды. Қуғын сүргіннен қашып, қырғыз асып кеткен Жұмат Шанинді елге әкеліп, театрдың көркемдік жетекшісі етті. Театрдың көркемдік жағын Жұмат Шанин басқарғанмен, репертуар таңдау, сахналау, музыкасын тыңдау, суретшінің жұмысын тексеру, материалдық жағдайды реттеу әрі қаржы көзін табуды Жүргенов өз мойнына алды. Ол жерден қассады қаржы тауып өнерпаздардың жоқ жітігін түгендейтін. Ахмет Жұбановтың мынадай естелігі бар. Бір күні ол жаңа ұйымдасқан оркестр ұжымымен сауат ашу жұмысын жүргізіп жатады. Партасы, үстелі жоқ, жер еденді үйде пешті тақта етіп сабақ өткізіп жатқанда Жүргенов кіріп келеді. Ол партасыз, тақтасыз, қағаз қаламсыз өтіп жатқан сабаққа таңырқап, бұларың не? Жоқ болса маған неге айтпадың деп ренжіпті Ахмет қысылып. Сіздің жұмысыңыз көп қой, мазаңызды алуға ыңғайсыздандым депті. Сонда Темірбек: "Әй Ахмет, сен білесің бе? Сен тарихқа қазақ деген халықтың жаңа заманға лайық ұлттық аспаптар оркестрінің тұңғыш ұйымдастырушысы болып енесің. Мен бүгін наркоммын, ертең нарком емеспін. Мен сенің оркестріңнен үлкенмін бе? Бұдан бұлай кез келген мәселеде маған тікелей кел, есігім ашық" депті. Тәуелсіз Қазақстанның мәдениет министрлері мұндай мінезбен ақыл парасаттан адыра қалған қай заман? 32 жылдың ішінде бірде-бір министр ұлттық өнер қорғандарымен жүзбе-жүз кездесіп, олардың мұң-мұқтажы мен тұрмыстық қиындығын жан жүрегімен елжірей тыңдап, проблемаларын жанкештілікпен шешіп беруге ықыласты болмады. Байқасаңыз, Темірбек Қазақстанның экономикалық ахуалы әлжуаз шақта ұлттық оркестрге қолдау көрсеткен. Ал қазір мұнай есебінен қаржы теңіздей боп құйылған кезде мәдениет министрлері ұлттық өнерге бір мысқал үлес қоса алмады. Олар алдына барған өнерпаздарға министрлікте ақша жоқ деп аузын қу шөппен сүртуден танған емес. 1936 жылы Мәскеуде Қазақстанның 10 күндігі өтті. Бұған дейін қазақ мәдениеті бейпрофессионал жолмен насихатталып келген еді. Ал әлем жұрты табиғи жолмен жеткен мәдени құндылығын шашау шығармай ғылымға айналдырып, кейінгі ұрпаққа мирас етіп қалдыру үшін профессионализм деңгейін бағындырып жатқан. Бұл кезде қазақтың 1000 жылда бір туатын әнші, биші, күйші, ақындары ел ішінде күтімсіз жүре беретін. Мысалы, 1920 жылдары мынадай таңғажайып тұлғалардың тарих сахнасына қатарынан шыға келуі Алланың мұғжизасы сияқты. Олар Әміре Қашаубай, Қажымұқан, Иса Байзақ, Құрманбек Жандарбек, Шара Жиенқұлқызы, Қалибек Қуанышбай, Күләш Байсейіт келіні, Қанабек Байсейітұлы, Ахмет Жұбанов, Жұмат Шанин, Манарбек Ержан сияқты таланттар. Өкініштісі, бұл жұлдыздар шоғырының саяси сауаты төмен еді. Олар өзінің Қазақстан тәуелсіздігі үшін қаншалықты маңызды өнер иелері екенін жете түсіне алмайтын. Қалай болса солай күтімсіз жүре беретін. Саяси түйсігі өткір Темірбек Жүргенов мұндай хас таланттармен таңғажайып тәуелсіз республика құруға болатынын терең түсінді. Олардың талғамсыз тамақтанып, денсаулыққа зиянды ішімдікті қорықпай іше беретін әдетін тыйып, темірдей тәртіпке көндірді. Әрқайсысына театр, опера, балет, оркестр сияқты мәдени орындар ашып берді. Шұғыл түрде Мәскеуде 10 күндік өткізіп, мәдени қуатын паш етпесе, бұл кезде Алматымен ешкім санаспай бара жатқан еді. 1936 жылы ерте көктемде Украин СССР өнерпаздары Мәскеуде өнерлерін паш етіп, ел екенін бір көрсетіп алған. Олардың ізінше Қазақстан жұлдыздары мамыр айында 300 адамдық труппасымен Мәскеуге барып түсті. Бұған дейін Мәскеу жұртының қазақтар жайлы түсінігі таяз еді. Қазақтарды
өнер білімнен кенде, 20 ғасыр цивилизациясынан махрұм қалып, иен далада түйемен көшіп жүр деп ойлайтын. Бұлардың осындай таяз түсінігін сындыру үшін Темірбек Қыз жібек операсы кезінде сахнада тұратын киіз үйдің сән салтанатын бай қылып көрсетті. Шымылдық ашылған сәтте сахнадағы көшпелі өркениеттің айғағы болған киіз үй залдағы көрерменді есінен тандырған. Қыз жібек операсы 4 сағатқа созылыпты. 10 күнде бірнеше дүркін қойылған осы операны адамдар аншлагпен тамашалапты. Бірінші қойылым біткен күні-ақ кәсіби өнер танушылар таңғажайып операны жан-жақтан талдап, жарыса мақала жазып жатты. Осы мақаланы оқыған ленинградтық музыкант танушылар дереу Мәскеуге қарай ағылды. Олар да әсіресе күләш бастаған әншілердің шырқаған ән, күй, жырдың әуені мен мазмұны жайында құлаш-құлаш мақала жазып тамсанғанын жасыра алмады. Тіпті спектакль біткен соң әртістерді көру үшін көрермендер үлкен театрдың артқы есігіне жиналып, оларды жүргізбей қояды. Осылайша ойламаған жерден Қазақ СССР-ның айбыны асқақтап шыға келеді.